Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 3-ші сынып 64-ші сабақты өтеміз. Бүгінгі сабақта есептер шығаратын боламыз. Бірінші тапсырма А нұсқасында мұз айдындардың ауданын өсу реті бойынша ата деп тұр. Яғни бірінші мұз айдыны ол медеу, яғни дүние жүзіндегі ең ірі жасанды мұз айдын, оның ауданы 10.000 метр квадратқа тең. Келесі Алау жасанды мұз айдын сарайы, яғни ауданы 700 метр квадратқа тең. Келесі Алматы аренда жасанды мұз айдын сарайы, ауданы 600 метр квадратқа тең болады. Енді оны өсу ретімен жазайық. Өсу ретімен жазғанда ең кішісінен бастап жазамыз. Сонда Алматы арена бірінші, екінші Алатау, келесі медеу мұз айдыны, яғни 10.000 метр квадратқа тең. Енді келесі А нұсқасында осы санды деректерді пайдаланып есептер құрастыр және оларды шығар деп тұр. Яғни 10.000, 700, 600 сандарын пайдаланып есептер құрастырамыз. 10.000-ға 600-ді қосамыз, оған 700-ді қосамыз, сонда 11.300 метр квадратқа тең. Келесі 10.000-нан 600-ді азайтамыз, келесі 10.000-нан 700-ді азайтамыз, келесінде 700-ге 600-ді қосып есептер құрастырсақ болады. Енді келесі тапсырма, егер тікбұрыштың ауданы белгілі болса, оның ұзындығы мен ені қандай болуы мүмкін нұсқаларды ата деп тұр. Мысалы, ауданы 48 дециметр квадрат болса, ұзындығы мен енін мүмкін әдістерін жазып шығамыз. Яғни ұзындығы 48, 24, 16, яғни 48 болғанда 1-ге тең болады, 24 болғанда 2-ге тең болады, 16-ға тең болғанда 3-ге тең болады. Келесі оның ұзындығы 12 болғанда 4-ге тең болады, және 8-ге тең болған кезде 6-ға тең болады. Сол кезде бізде ауданы 48 дециметр квадратқа тең болады. Келесі ауданы 45 сантиметр квадратқа тең болатында ұзындығы 45 болуы мүмкін. Бұл кезде ені 1-ге тең. Келесі 15 ұзындығы 15 болған кезде бізде 3-ге тең болады. 9-ға тең болғанда мәні 5-ге тең болады. Келесі 18 метр квадрат, бұл жерде 18 ұзындығы, бұл жерде 1-ге тең ені. Келесі 9 болғанда ені 2-ге тең болады, 6-ға тең болғанда 3-ге тең болады ені. Осылайша мүмкін нұсқаларды жазып шығамыз. Яғни біріншісі мысал жазып көрсетейін. Оның 48 дециметр болған кезде А тең 48, Б тең 1 деп жазамыз. Немесе А тең 24, Б тең 2 деп жазамыз. Яғни осылайша жазсақ та болады. Енді келесі тапсырма есепте 45 килограммды 9-ға бөлеміз. 5 килограммға тең, 1 дециметр 2 сантиметр, бұл жерде дециметрді сантиметрға айналдыратын болсақ, 1 дециметрді 10 сантиметр бар, я? Сонда 10-ға 2-ні қосамыз, 12 сантиметрға тең. Оны 2-ге бөлсек 6 сантиметрға тең болады. Келесі 6 сантиметрді миллиметрға айналдырамыз. 1 сантиметрда бізде 1 сантиметрда 10 миллиметр бар. Сонда 6 сантиметрда 60 миллиметр бар. Оған 3-ті қосатын болсақ, 63 миллиметрға тең болады. Оны 7-ге бөлеміз, 9 миллиметрға тең. Келесі 27 граммды 3-ге бөлеміз, 3 граммға тең. 4 дециметр 8 сантиметрді сантиметрға айналдырамыз, яғни 1 дециметрда 10 сантиметр бар, сондықтан 4 дециметріміз 40-қа тең, оған 8-ті қоссақ 48 сантиметрға тең болады. Оны 8-ге бөлеміз, сонда 6 сантиметрға тең. Келесі 36 центнерді 9-ға бөлетін болсақ 4 центнерға тең. Енді келесі тапсырма есепте 9 метр азайту 205 сантиметр, 9 метріміз бізде 1 метрда 100 сантиметр бар, сонда 9 метрда 900 сантиметр бар. Келесі, яғни барлығын бірдей өлшем бірлігіне келтіріп, кейін барып есептейміз. Келесінде 4 дециметрді 1 дециметрда миллиметрға айналдырамыз, 100 миллиметр бар. Сонда 4 дециметріміз 400 миллиметрға тең. Келесі 5 центнер, оны килограмға айналдырамыз. 1 центнерде 100 килограмм бар, 5 центнерде сонда 500 килограммға тең. Келесі 1 тәулік, оны сағатқа айналдыратын болсақ, 1 тәулікте 24 сағат бар.
Келесі тоннаны центнерге айналдырамыз. 1 тоннада 10 центнер бар. Келесі килограммды граммға айналдырамыз. 1 килограммда 1000 грамм бар. Одан 465 граммды азайтамыз, бірдей өлшем бірліктеріне келтіріп аламыз барлығын. Келесі 1 километр метрға айналдырамыз. 1000 метр бар. Келесі 1 дециметрда миллиметрға айналдыратын болсақ, 100 миллиметрға тең. Осылайша есепті барлығын бірдей өлшем бірліктеріне келтіріп, кейін барып есептейміз. Келесі тапсырма тік төртбұрыштың ұзындығы енінен 3 есе ұзын, оның ауданы мен периметрін тап деп тұр. Бұл жерде бізде ені белгілі, ұзындығын табамыз, яғни ұзындығына 3-ті көбейтеміз. Онда 2 сантиметр болатын болса, оны 3-ке көбейтсек 6 сантиметрға тең болады ұзындығы. 1 сантиметр болған кезде оның ұзындығы 3-ке көбейтеміз, 3 сантиметрға тең болады. Келесі 3-ке көбейтсек 9 сантиметрға тең болады ұзындығы. Енді периметрін есептейміз. Периметрдің формуласын пайдаланамыз. А қосу Б, яғни ұзындығы мен енін қосып, оны 2-ге көбейтеміз. Келесі ауданын табу үшін, бізде төртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Барлығын осылайша есептеп шығамыз. Біріншісі сонда 16 сантиметрға тең болады, ал ауданы 12 сантиметр квадратқа тең. Келесі периметрі 8 сантиметр болады, ал ауданы 3 сантиметр квадратқа тең. Келесі 9 сантиметр болған кезде оның периметрі 24 сантиметр, ал ауданы 27 сантиметр квадратқа тең болады. Келесі тапсырма есептерге сызба таңдап, оларды шығар деп тұр. А нұсқасында сым орамынан 4 метр кесіп алынды. Бұл сымның барлық ұзындығының 3-тен 1 бөлігін құрайды. Сым орамының барлық ұзындығы қанша болады деп тұр. Енді бұл жерде 4 метр белгілі бізде, сондықтан мына жерге 4 метр деп жазамыз. Яғни бұл А нұсқасына сәйкес келеді екен осы сызба. Өйткені бізде 4-тен 1, 4 бөлікке бөлінген 1, 2, 3, 4. Осыны сым деп алатын болсақ, 4 бөлікке бөлінген. Оның 1 бөлігі 4 метрға тең. 3-тен 1 бөлігі, 4 бөлікке 3 бөлікке бөлінген, кешірім сұрайым. Сонда оның 1 бөлігі 4 метрға тең болады. Оның барлығын табу үшін бізде 4 метрға 3-ті көбейткенбіз. Яғни 3-тен 1 бөлігі деп тұр, бөліміне көбейтіп, алымына бөлеміз. Сонда 12 метрға тең болады. Яғни сым орамының барлық ұзындығы 12 метрға тең болады. Енді келесі А нұсқасында ұзындығы 27 метр сым орамының 3-тен 1 бөлігі кесіп алынды. Қанша метр сым кесіп алынды деп тұр. Оның барлығы 27 метр екен. Осының ұзындығы сымның. Ол 3 бөлікке бөлінді. Соның 1 бөлігін кесіп алды деп тұр. Сонда қанша бөлігін кесіп алды, қанша метрін кесіп алды деп тұр. Ол үшін 27 метрді 3-ке бөлеміз. Яғни 3-тен 1 бөлігі деп тұр. Бөліміне бөліп алымына көбейтеміз. Сонда 9 метрға тең болады. 9 метр болады екен. Жауабы 3-тен 1 бөлігі 9 метрға тең болады. Яғни кесіп алынған бөлігі 9 метрға тең болады. Енді келесі тапсырмада есептерді шығар. А нұсқасында ұлдарға 6 жаңа жылдық кәстім тігу үшін 12 метр мата жұмсалды. Осындай 8 кәстім тігу үшін қанша метр мата қажет деп тұр. Яғни 6 кәстімге 12 метр болса, 8 кәстімді табу керек. Ол үшін бірінші бір кәстімге қанша мата кетеді, метр кетеді, соны есептеп аламыз. Ол үшін 12 метрді 6-ға бөлеміз, сонда 2 метр болып бір кәстімге жұмсалатын мата. Бір кәстімге демек 2 метр кетеді. Енді 8 кәстімге есептеу үшін 8-ді 2 метрға көбейтеміз, сонда 16 метрға тең болады. Демек жауабы 8 кәстімге 16 метр мата қажет болады. Енді келесі А нұсқасында қыздарға 2 кофтаға қанша мата жұмсалса, ұлдарға 3 жейде тігу үшін сонша мата жұмсалады. Егер бір кофтаға 3 метр мата жұмсалған болса, онда әр жейдеге қанша метр мата қажет деп тұр. Есептің шартын жазу үшін кестені пайдалан дейді. Бір бұйымға жұмсалатын шығын бізде 3 метр,
егер бір кофтаға 3 метр кететін болса деп тұр. 3 метр кеткенде оның саны, яғни 2 кофта бұл жерде. 2 кофта, яғни бұл саны, жалпы шығыны, ал мынау бізде шығынға тең деп тұр. Кофтаға және 3 жейде, яғни 3 жейде, бір бұйымға жұмсалатын шығын 3 метр, және жейденікі белгісіз болып тұр бізде. Және жалпы шығындарын есептеп табамыз. Бұл жерде жалпы шығынын табу үшін бізде санын шығынға көбейтеміз. Осы формуланы пайдаланамыз. Сонда 2 кофтаны 3 метрға көбейтеміз, сонда 6 метрға тең болады. Жалпы шығыны демек 6 метр. Екеуіне ортақ, қанша жұмсалса, ұлдарға сонша мата жұмсалды деп тұр. Демек екеуіне ортақ екен. Мына жерде екеуіне ортақ 6 метр жұмсалды. Енді келесі шығынды есептейміз. 3 жейденің шығынын. Ол үшін жалпы шығынды санына бөлеміз. 6 метрді 3-ке бөлетін болсақ, 2 метрға тең. Жауабы әр жейдеге 2 метр мата қажет болады екен. Яғни бізде жейдеге, соны есептеп жатырмыз. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға, комментарийға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.